Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге бар жоғы 30 минуттың ішінде ешқандай ашытқы қосылмайтын осындай қып-қызыл үлпілдек бауырсақтардың рецептімен бөлісемін. Видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы дүкеннің немесе үйдің, яғни қолдың айранын қолдансаңыздар да болады. Салып, үстіне осылай бір шай қасық болатындай ас содасын салып, вилканың көмегімен жақсылап көпіргенше, реакция жүргенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шамамен 1 минуттай жақсылап толықтай араластырып алыңыздар. Осылай жақсылап көпіргеннен кейін үстіне қантымызды саламыз, және де бір шай қасық болатындай тұзымызды, және де бөлме температурасындағы бір жұмыртқамызды саламыз. Ең соңында сұйық майымызды да бірге осы айранымыздың үстіне құйып, жаңағы вилканың көмегімен тағы да біркелкі масса болғанша 1-2 минуттай толықтай араластыратын боламыз. Егер де осы бауырсақтарды дайындайтын болсаңыз, міндетті түрде барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Ең соңында електен өткізілген, міндетті түрде електен өткізіп саламыз ұнымызды. Осылай жартысын салып, вилканың көмегімен осылай араластырып аламыз, қоймалжың масса болғанша. Сонан кейін вилкамызды алып тастап, қалған ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде біздің ұнымызда, яғни жылы бөлме температурасында тұруы қажет. Қолыңызға сәл-пәл ғана жабысатын жұмсақ қамыр шығады. Қамырымыздың барлығын осылай әдемілеп илеп, ыдысымызда қалған қамырлардың барлығын осылай алып аламыз. Столымыздың үстіне түсіріп, кішкене ғана ұнменен, қолыңызға егер жабысып жатса, ұн сепсеңіздер болады. Осылай иін қандырамыз да ыдысымызға салып, бетіне міндетті түрде сұйық майды құйып, өйткені жақсы көтерілетін болады. Және де пищевой пленка болмаса, осындай целлофанды жауып, дәл сол жерде, яғни бөлмеге 15 минутқа қалдырып қоямыз. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Небәрі 10-15 минут өткеннен кейін қамырларыңыз дайын болады. Бетіндегі целлофанын алып тастап, қамырымызды жайып, бауырсақты пісіре берсек болады. Столымызға осындай кішкене ғана ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Өйткені қамырымыз сәл-пәл қолымызға жабысқақ болады. Екіге бөліп, бауырсақтарыңызды жасай берсеңіздер болады. Өзіңіз қалағандай екіге бөлмей, барлығын бауырсақ қылып жасасаңыздар да болады. Мен қамырымды екіге бөліп, жартысына бауырсақтар, ал қалған жартысына 7 шелпек пісіретін боламын. 7 бөлікке бөліп алып, әрқайсысын қолыңызбен әдемілеп қайырып, дөңгелектеп ыдысымызға салып қоямыз, және бетін жауып қалдырамыз. Міндетті түрде бетін жабуды ұмытпаңыздар, өйткені бауырсақтарымыз кеуіп кетуі мүмкін. Ал екінші кезекте екінші қамырымызды пакетімізден алып, оқтаудың көмегімен қатты жұқа немесе қатты қалың қылмай, осылай әдемілеп жайып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қатты қалың немесе қатты жұқа болмауы қажет. Осындай формамен әдемілеп кесіп алсаңыздар да болады. Барлығын алдын ала кесіп дайындап қоямыз, өйткені бауырсақтарымыз өте тез піседі. Құрметті менің көрерменім, егер видео сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қазақша YouTube каналдың дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосыңыз. Кесіп алған бауырсақтарымыздың үстіне осылай жылы шүберегімізді жауып 5 минутқа қалдырамыз. Осы кезде біздің 7 шелпек қамырларымыз дайын болады, жұмсақ болып, өте жұмсақ болып тұрады. Кішкене ғана ұнды сеуіп отырып, оқтаудың көмегімен барлығын әдемілеп жайып аламыз. Мінекей мен жетеуінде барлығын жайып дайындап қойдым. Бұлардың да бетін жабуды ұмытпаңыздар. Ең соңында майымызды жақсылап тұрып қыздырып, орташа отта бірінші бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Егер сіз бірінші 7 нанды, яғни 7 шелпекті жайған болсаңыз, бірінші соны пісіресіз, яғни 5-10 минут жылы жерде тұруы қажет. Мінекей, осымен біздің бауырсақтарымыз дайын болады. Осылай майға салғаннан кейін көтеріліп, домаланып, өздері қып-қызыл болып піседі. Міндетті түрде осылай сүзгіштің көмегімен алып, барлық майын алып, қағаз сүлгінің үстіне түсіріңіздер. Біздің бауырсақтарымыз бар жоғы 30 минуттың ішінде дайын болады. Барлық шелпекті де бауырсақты да пісірген кезде қамырыңызды илеуі, оны жаюдың барлығы небәрі 30 минутты алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйіңізге аяқ астынан қонақ келген жағдайда дәл осы бауырсақтарды жасап жіберіңіздер.
Мінекей біздің бауырсақтарымыз пісті, жеті шелпегіміз және де біздің бауырсақтарымыз толықтай осылай қып-қызыл болып, жұмсақ болып шығады. Ешқандай да қатты болып қалмайды. Дәмі де өте керемет болып шығады. Егер де менің видеом сізге пайдалы болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ортасы толықтай піседі. Өте тез дайындалып, әрі жұмсақ болып, тез желініп кететін бауырсақтардың бірі. Сіздермен бірге болған Гүлсая ас болсын.